Енді сол студент кезде сен бәрі балалық шақтан кәсіпкер адамсыз ғой. Қандай кәсіппен айналыстыңыз? Бірдеңемен айналысқан шығарсыз студент болсаңыз да. Студент кезімде курьер болып жұмыс істедім. Сол кезде мынандай сотовый телефондар болатын. Ол сотовый телефонның операторы былай жазып беретін, мынамен анша сөйлесін деген сияқты қағазға жазады, сөйтіп конвертке салады. Соны мен тарататын айдың басында. Сол бір 3-4 көшем бар. Сол 3-4 көшеме таратып шығатын. Айдың басында енді қатты арықтап кететін тұғым ше. Этажға шығып түсу, өзде новый үйлер жоқ қой, лифт жоқ деген сияқты. Шығып түсіп, жаңа тасып, хат тасып, көп жүріп шаршайсыз. Бірақ маған сол ұнайтын өзіме. Мен стипендиям 1200 теңге болса, мен ана курьерден 10 мыңға дейін табатын. Одан басқа мен ғылыми жұмыстармен айналысқан адам, ғылыммен айналысқан адам болғаннан кейін көп еңбектерді мен орысшадан қазақшаға аударатын тұғым. Менің қазір қазақшамның дұрыстығы жаңағы көп нәрселерді қазақ тіліне аударатын тұғым. Ғылыми еңбектерді аударып беретін тұғым. Одан кейін көп кітаптарға соавтор болдым. Өйткені мен қазақшам жақсы болатын. Мен университетте мұғалім болып жүргенде де көп кітаптардан прямой аударып қояды ғой. Сол әдеби тілмен жазып шығатын тұғым. Одан басқа жаңа көмектесетін тұғым. Қасымдағы студенттерге, олар білмесе, реферат жазып бересің, тағы бірдеңелер жазып бересің, курсовой жазып бересің деген сияқты. Менің табысым осы болады.